Кезекті талқылайтын тақырыбымызбен таныс болыңыздар. Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру деп аталады. Осы тақырып аясында студиямызға жайғасқан қымбатта меймандарымызбен сұхбат жүргізетін боламыз. Таныс болыңыздар. Жетісу облысының еңбек мобильділігі орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі еңбек нарығы мобильділігі және кәсіпкерлік дамыту бөлімінің басшысы Жарқын Жақсыбеков және Жетісу газетінің тілшісі Андаз Қажет. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, қайырлы күн. Көңіл күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Барлығы жақсы ма? Жақсы жеттік. Тамаша. Тамаша. Жалпы енді бүгінгі осы аптада жоспарланған сапарларыңыз өте ерекше. Келу сапарларыңыздың да себебі осы аймақтағы өздеріңіздің жерлестеріңізді кездесу, ұйымдастыру ең басты міндеттелген жоспарлардың бірі. Толығырақ өздеріңізден білсек, келу сапарларыңыздың негізгі ерекшелігіне тоқталсақ. Негізі, мынау енді қымбатты енді Абай елінің азаматтары, тұрғындары, барлық менің бақ саласында жүрген әріптестерім, мен бүгін сіздердің студияға келіп, осындай сұхбат бергеніне мен қуаныштымын. Өйткені сіздермен біздердің атқарған жүгіміз бір, ниетіміз бір, жүрегіміз бір деген сияқты. Осындай қарсы алып, сұхбат алып жатқандарыңызға рахмет. Енді мынау, мен жаңа айттыңыздар, мен өзім Жетісу облысы Жетісу газетінің тілшісімін. Жалпы Жетісу газеті енді бүкіл қазақ баспасөзінің қарашаңа салынады. Осы сіздердің мекеннен шыққан талай ұлттың тұлғаның тұсауын кескен газет бұл. Мұхтар Әуезовтен тартып, Ілияс Жансүгіров айта берсек, Біләл Сүлеймен айта берсек көп қой енді. Сара Есауалар, сондай қазақ баспасөзінің жұлдыздарының бәрі осы Жетісу газетін түлеп ұшқан болатын. Екінші бір жағынан не дегеніңізде, біз Жетісу облысы мен енді Абай облысы, өздеріңізде білесіздер, 3 жыл болды, өз алдымызға шаңырақ көтеріп, өз алдымызға облыс болған, кіндіктес облыстарымыз. Жаңа айттыңыздар, енді жұмыс күшінің ұтқырлығын өркендету бойынша енді біраз жылдан бері осы шара атқарылып келе жатыр. Біз енді биыл Жетісу газеті өзіміз бір жаңа жоба ойлап тапқанбыз. Енді осы солтүстік және шығыс облыстарға біздің өзіміздің азаматтар осы бағдарлама бойынша көшіп жатыр. Бізге газетке де көптеген сұрақтар түседі. Көшшік қалай болады, ол жақ қалай екен деген сияқты. Бірақ енді құлақпен естігеннен көзбен көрген дұрыс қой. Сонымен енді онда болса өзіміз енді бір журналистік зерттеу жасап көрейік. Енді басқа мамандықтар бөлек қой енді. Біздің журналистердің өзіміздің көзіміз бар, көзқарасымыз бар, пайымыз бар, сарабымыз бар дегендей. Сонымен енді Жетісудан солтүстік пен шығысқа деген бағдарлама айдар ашып, сонымен бірінші өзіміздің іс сапарымызды осы сіздердің облыстардан бастап отырмыз. Енді бұл айдарды енді біздің енді Жетісу газетінің бас редакторы Жұматай Әміреев бар, соң бізде Жетісу медиа деген бар, Шыңғыс Бозым деген ағаларың басшымыз. Сол кісілердің қолдауымен және де Жетісу облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы бар. Ермек Мизанбаев деген бауырымыз басқарады енді. Соның өтінішпен шығып, солардың қолдауын тауып, олар мына сіздердің өңірдегі сол өздерінің әріптестер арқылы осылай келісімен біз міне бір апта болды осы сіздердің Абай облысында келдік. Осы келу барысында енді алғаш келгеннен енді мына жерде мынау еңбек мобильді дамыту орталығы бар. Еркебұлан деген бауырымыз басқарады екен. Солар қарсы алды. Бізден көшіп келіп жатқан азаматтардың тізімін берді. Және де өздерінің орынбасарын қосып беріп, тағы басқа азаматтарын қосып беріп, біз енді Абай ауданында, Жарма ауданында, сондай аудандарға шықтық. Сол жердегі бізден көшіп келіп, жұмысқа орналасқан, және жұмыс жасап жатқан өзіміздің жерлестерімізбен кездестік. Олардың барлық мүмкіндіктерін көрдік. Мемлекет тарапынан көрсетіп жатқан қолдау шараларының нақтылы болып жатқан сезіндік. Және де өздерінің енді осы елмен етене болып араласып кеткен. Және де осы елге бір енді бәріміз бір Қазақстан ғой, енді көрші облыс болсақ та бір жерден екінші жерге келіп өшірге өзінің мамандықтары бойынша үлес қосып жатқан істерін көріп, расында жақсы істердің бар екендігіне, үлкен жетістіктердің бар екендігіне, ел араласып, қораласып, балалы, шағалы болып өркен өсіп жатқанына көзіміз жетті. Енді бұйырса енді ауылымызға қайтып барғаннан кейін біз осы істі сол өзіміздің газетіміз арқылы, өзіміздің сайтымыз арқылы, ақпарат құралдары, сіз бен біздің бәріміздің жұмысымыз осы ғой, енді ақпараттандыру. Сол арқылы өзіміздің тағы да жетісулық тұрғындарға жеткізетін боламыз. Және де өздері осы жаққа көшсем деп, қалай болады деп жол таба алмай, бағыт бағдар ала алмай жүрген азаматтарға осыны енді түсіндіретін боламыз. Сонымен осындай бір тамаша сапар осылай басталып, міне бүгін сол сапардың қорытындысын сіздердің қара шаңырақтарыңызда қорытындылап отырмыз. Өйткені енді мен өзім енді
мамандығым журналист қой енді. Сондықтан енді ол медиа саласын жақсы көремін, өйткені ол қара шаңыраққа таппаспай кетсек, біз үшін бір кінәлі сияқты сезіледі. Кеше мынау Абай ақпаратқа бардым, ол жерде Дәурендегі жігітпен сырласып олардың жұмысын көрдім. Жақсы жаңалықтар облыстарыңыз ақпарат саласында болып жатқан дүниелер бар екен. Енді Қазақстан Семей, енді бұл бізде үнемі қадағалап отырамыз, өйткені біз енді өзіміз журналистпіз ғой. Басқа облыстарда не болып жатыр, қандай жаңалықтар беріп жатыр. Енді бізде енді сіздер білесіздер, біз мынау Жетісу Талдықорғанда. Енді Бейсен Құранбек атындағы журналистер үйі бар. Біз бүкіл журналистер сөзге жинақталғанбыз. Телеарнасы бар, республикасы бар, облыс газеттер. Бәріміз сол жерге жинақталған. Сондықтан біз әлгі қою қарым-қатынасты араласта боламыз. Сондықтан енді жан-жақтың ақпаратын осылай баса назар аударып, сіздердің жұмыстарыңызда біз білеміз бұрыннан. Ары қарай жетістік тілей береміз енді. Керемет. Енді жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін ерікті түрде қоныс аудару бағдарлама аясында Жетісу өңірінен көшіп келген қоныс аударушылармен кездесу жоспарланған ба, өтті ме? Өздеріңіз сол жайлы айтып өтсеңіздер. Негізі бұл үрдіс еңбек бағдарламасы аясында 2017-тен бастама алып отыр. Ол кезде Жетісу облысы Алматы облысына қарасты болған, сіздер сияқты Шығыс Қазақстанға. 2023 жылдан бері бөлініп шықтық. Сіздер сияқты кіндіктес облыс болғаннан кейін. Жаңағы негізі бұл бағдарламаның мақсаты жұмыс күші артық өңірлерден жұмыс күші тапшы өңірлерге ерікті қоныс аудару. 2023-2024 жылды қорытындысы бойынша Абай облысына 34 отбасы, 131 адам қоныс аударды. Жіктеп айтсақ, 2023 жылы 17 отбасы, 65 адам. Ал енді былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 17 отбасы, 66 адам қоныс аударды. Барлық түгелдей үкімет тарапынан жаңағы бөлінетін төлем ақыларында түгел қамтылды. Түгел үйлі тұрғын үймен әр жерлерде жаңағы байланысып, сөйлесіп, барып көрсеткен адамдардың айтуы бойынша барлықтары жұмыспен қамтылды. Енді оның бала-шағалары жаңағы балабақшаға, оқу орындарына түгел орналастырылды. Әр қайсы жұмыспен қамтылды. Оның сыртында тағы да жерлерде шаруа қожалықтары тарапынан қосымша көмектер көрсетіліпті. Бір ірі қара, бір екі бас ірі қара, 5-6 бас ұсақ мал. Соларды қазір кездесіп, жүздесіп, олардан сұхбаттасқанда көңіл күйлері жоғары. Енді біз бұрындары тек қана біз осы облыстарға, Шығыс Қазақстан облыстарына тек қана біз үгіт насихат жасап жіберетінбіз. Енді биылдан бастап, былтыр Павлодарға бардық, енді биыл міне Жетісу газетінің бастамасымен біздің басшының Ермек Арынханұлы қоштап, биыл осында атбасын тіредік. Енді айта кетсек, биылғы айлық есеп көрсеткіш 3932 теңге. Ал енді ауылдық жерге қоныс аударған әрбір адам басына енді бір адамға 15 айлық есептік көрсеткіш беріледі, ол 58 мыңды құрайды. Ол адам санына байланысты. 2 адамнан 4 адамға дейін 18 айлық есеп көрсеткіш, ол 70.776 теңге, 5 адамнан жоғары 21, яғни 82.572 теңгені құрайды. Ал қалалық жерлерге мен ауылдық жерлердің айырмашылығы бар. Ол жерде мысалы ауылда 15 айлық есеп көрсетіп берсе, қалада 20, яғни 78.640 теңге беріледі. 2 адамнан 4 адамға мысалы коммуналдық төлемдермен арендасын айтам. 5 адамға 30 айлық есеп көрсеткішпен көмек көрсетілді, ол 117.960. Ал енді әрбір көшіп келген адамға, кішкентай баладан үлкен қарияға дейін 70 айлық есеп көрсеткіш беріледі, көшіп келген үшін. Ол мысалы 275.240 теңгені құрайды, әрбір көшіп келген.
Сонан кейін көшіп келіп, жаңағы үй алуға ниеттенеді ғой. Сонда 1100 айлық есептік көрсеткіш беріледі. Ол 4.561.120 теңгені құрайды. Оны алу үшін, яғни 50%-ын өкімет төлеп береді. Төлеп береді де, ол үшін жаңағы көшіп келген адамның жаңағы нақтылайтын анықтама алып келеді. Осындай менде ақша бар, өзінің жарты пайызы. Сол енді қазіргі бүгінгі күні осы үрдіс жалғастырылуда, жұмыстың бәрін. Енді үгіт насихат жұмыстары ары қарай жүре бастайды, тағы да жалғасады. Осы сәуірдің 1 мен 7 арасында солтүстік Қазақстан бізге келеді. Онан ары Абай облысы келуде, бәрін жоспармен ары қарай жүргіземіз. Кездесулер өтеді. Рахмет, енді біз енді міне бір жеті болды, енді алдыңғы дүйсенбіден бастап сіздердің елде сапарда жүрміз. Енді осы жерде енді мынау елге сәлем болғаннан кейін осы елдің қандай ел екендігінен біраз түйсініп қалдық, сезініп қалдық. Сол туралы бір екі ауыз қоса кетсек деген ойлаймын. Тамаша. Біз енді алғаш енді Талдықорғаннан шыққан кезде расында енді журналист бәрімізде ортақ қой енді. Бәрімізде солай алғаш сапарға шыққан кезде неше түрлі оймен барасың, өзіңнің мақсатың орындалмай қала ма, ойлаған ақпаратыңды ала аласың ба, немесе өзің жазатын тақырыпқа тән дүниелерді таба аласың ба деген сияқты бәрімізде де осы ортақ бір дүние бар. Үлкеніміз болсын, кішіміз болсын, бізде журналистке жасқа қарамайды ғой. Сонымен Талдықорғаннан шыққан кезде де осындай үлкен бір толқыныс бізде де болған еді. Бірақ осы Абай еліне келгеннен кейін, осы Семейге түскеннен кейін енді міне азаматтар, жаңа айттым, Еркебұлан бастаған жігіттер құшақ жайып қарсы алды. Сонысы еңбек мобиль орталық облыстық орынбасар Асқар жолдас болып кетті қазір. Сол кісіні қосып берді. Көлігі жүрген тұрған барлық мәселеміз шешім етіп берді. Баратын жерімізге ыңғайлы жағдайлар жасап берді. Сонымен енді біз негізден екі ауданға, және осы Семей қаласында болдық. Өйткені енді әзірге қыстың көзі қырау ғой енді. Анау Алыс жақ жақтарға, ана Ақсуат жақтарға баруға мүмкін болмады, енді ол әзір қыстың жағдайы солай болды. Сонымен басында енді мына Жарма ауданына бардық. Жарма ауданына барған кезде енді сол Жарма ауданы енді Мәнсап орталығының Қайрат Сыдық деген бауырымыз болады екен өзіміздің енді. Солар құрметтеп қарсы алып, сол жердегі өзіміздің жетісулық жерлестерімізбен ертіп барды. Әуезов ауылында болдық, Қалбатауда болдық. Сол жердегілермен кездестік. Әуезов ауданына барғанда біздің Балтабек деген өзіміздің бауырымыз бар екен, біздің жетісудың Памфилов ауданынан келген. Келгенде 4 бас болып келген, әзір 5-6 бас болыпты. Біраз өсіп, балалы шағалы болып, үй алыпты. Көңіл күй көтеріңкі, рахметін айтып, алғысын айтып, жерлестеріне өзінің сәлемін жолдап жатты. Ол жігіттерге көп-көп рахмет. Қалбатауда да барғанда ол жерде тағы бір жақсы жағдайға кез болдық. Тағы да сол Қалбатаудың өзінде өтініш білдірген 3 отбасы бар екен. Олармен де хабарласып кездестік. Одан кейін енді Абай ауданына бардық. Енді Абай ауданы енді қысқасы енді өзіміздің Абай атамыздың жатқан жері. Абайда Нұрбек деген жігіт болды, Серікбекұлы. Ол жігіттер қарсы алып, ол жерде Балтабай деген азаматымыз таныстық. Ол біздің Қаратал ауданынан көшіп келген. Кезінде сол жақта колледжде жұмыс жасаған. Енді отбасы да солай. Ол да отбасы бас өскен. Соның бір ғана Абай ауданының ана бір ауылында мәдениет үйінде жұмысқа тұрыпты. Біз барған кезде онымен неде ана қарауылда кездестік. Өзінің шәкірттерін конкурсқа алып кепті, кәдімгідей жетістікке жетіп, сондай қуанып өзі шабыттанып тұрғанда бізде жетіп енді мың дегенмен енді ауылдасымыз ғой, мың дегенмен бір жердің суын ішіп өскеннен кейін енді қуанышымыз сондай оның жетістігімен ары қарай жетіліп кетті. Енді журналистің енді әрбір журналист бәріміздің басымыз бар. Біз енді өзіміздің енді жұмысымызбен бірге қыдыруды да кейде енді қоса алып жүретін адамдарымыз енді. Өйткені біз енді журналист болғаннан соны көруіміз керек. Абай атамыздың ауылына Хаким Абайдың келгеннен кейін енді Жолшыбай өтіп кеткенбіз, Еңліккебекке жете алмай жүрдік. Ол Кесенеге тәу еттік. Жидебайға бардық. Абай мен Шәкәрім аталарымыз жатқан жеріне тәу еттік. Музейлерді көрдік. Ол жұмысты қатар алып жүрдік. Жарма жаққа барғанда да солай болды. Сонымен бірге кешеде өшеде жарты күн бір уақытымыз болды да осы Абай музейіне бардық, өлкетану музейіне бардық. Мына жердегі
Рахмет. Тағы бір музейлер. Сол музейлерді араладық, тарихи орындарды көріп, біз өзімізге үлкен рухани да өз басым енді. Рухани сапар болды дейсіз. Рухани сапар болды. Бірінші өзіміздің жерлестерімізбен кездестік, олардың жетістіктерін көрдік, қуаныштарын көрдік, бізге тілектерін тыңдадық. Және де ары қарай өзінің болашаққа деген сенімін сезіндік. Ал екінші енді өзімізде осы сіздердің жерге, Абай атамыздың жеріне келіп, өзімізде рухани жақтан байып кетіп барамыз. Кешеден бері ана музейге барған ана айттым сәлем қасты естіп алып, сол 2 күн болды ыңырсып сол енді әлді айтып жүрміз. Мүмкін сол әннің қуанышымен, жебемен енді өзіміздің жетісуға жетеміз деген ойларымыз бар. Енді әлгі елге ел қосылса құт болады деді ғой енді. Мынау сіздердің елдеріңізге бұдан басқа енді ерікті қоныс аударумен тағы да басқа енді шетелден келіп жатқан қандастардың да енді ол мемлекеттік бағдарлама бойынша сіздердің осы жерлеріңізге келіп, осы Семей облысына, Абай облысына қоныстануына мүмкіндіктер бар, оны бәріміз білеміз. Олардың да тілегін тыңдадық. Соның кейін енді мынау жете алмаған аудандар бар енді. Ол жердегі өзіміздің келіп қоныстанып жатқан ағайындарменен телефон арқылы хабарластық. Жағдайларын білдік. Бәрі де ризасын білдіріп жатыр. Бәрі де жетістігін білдіріп жатыр. Барлық мемлекеттік қолдауларды алған. Енді кейбір енді өздерінің енді ұсыныс тілектерін де айтты. Мысалы енді бізге қосымша жеріміз болса жақсы болар еді. Қосымша шаруашылықпен шұғылымызды мал өсірсек, енді ол енді Құдайға тәуба, осы бір жылдан бері енді мемлекет меншік жерлер қайтарылып жатыр, конкурстар түсіп алып жатыр. Соны оларға да айттық. Оған да жетесіңдер бір күні. Жетілесіңдер деген әңгімені. Сөйтіп сондай көңілімізбен, өміріміз, сапарымызбен, жұмысымыз осындай қабысып, сіздердің жерге деген елдеріңізге сәлем айтып, алғысымызды білдіріп отырған жайымыз бар ғой қысқасы. Керемет. Енді бұндай іс-сапарлардан қандай нәтиже күтіледі? Бәлкім бір екі жақты жобалар да жүзеге асуға мүмкін шығар. Енді бұл жерде нәтиже күткен кезде біз басында айттым ғой. Мысалға бізге газетке де, мысалы жәкеңдерге де келетіндер бар осындай. Біз енді солтүстікке шығысқа барсақ, қайда барамыз, қалай істейміз? Енді біз бұрын бізге газетке де сондай сұрақтар жиі түсіп отырды оқырмандардан. Бірақ біз енді бұл жерге келіп, адамдармен кездеспегеннен кейін, көрмегеннен кейін енді оларға енді біз тұрақты ресми ақпарат ғана беретінбіз. Міне сіз барасыз, Пәленбай аякі бар, Түгенбай қолдау көрсетеді, айтады, бүйтеді дегенді ғана біз айта алатынбыз. Енді біз мынаны көргеннен кейін, енді барген айтамыз міне. Анау Жармаудан Әуезовдан Балтабай деген жерлестерің бар екен. Міне барыпты, үй алыпты, үйін көрдік, дәмін таттық. Ал енді алдыда үлкен бір әлгі бізде бағдарламалар бар ғой енді. Әлгі қайтарымсыз гранттар бойынша жасалып жатқан. Сол бағдарлама қатысып, ары қарай өз сөзін кәсіп ашсам деген. Енді көзбен көрдік қой оны. Анау Абай ауданына барғанда жерлесімізбен танысып, оны да көзбен көрдік. Телефонмен сөйлесіп, енді біз барғанын айта аламыз ғой. Міне бар екен. Ал екінші бір жағы біз жерде мынау еңбек мобильді орталығының басшыларымен таныстық, азаматтармен таныстық. Енді олардың бәрінің аты-жөнін атаудың қазір керегі жоқ шығар енді. Жігіттер болды жанымызда бірге жүріп, сол жол көрсетіп алып жүрген. Осы бүгінге дейін солай. Олардың телефондары бар, байланыстары бар. Біз олармен байланыстырамыз. Енді олармен сұраймыз. Болмаған жерлер болса айтамыз. Соңғы біз осы жердегі жерлестерімізді айттық. Біз ақпарат құралының өкілдеріміз. Егер де тағы да шешілмей жатқан мәселелерің болса, телефон бердік, айтыңдар. Біз енді өзіміз мейлі облыс әкімі болсын, басқа болсын, біз хатпен шыға аламыз. Өйткені біз ұжымбыз ғой біз. Мысалы, мынау Қазақстан Семей телеарнасы, әрбір журналист сол дара болғанымен ол артында қара шаңырақ тұр ғой. Мысалы, менде Жетісу газетте менің артымда қара шаңырақ тұр. Мен қолымнан көп нәрсе келмеуі мүмкін, бірақ та менің мына газетімнің ұжымының қолынан, газеттің қолынан біраз дүние келеді шешінеді. Сондай дүниелердің шешінейік деген осындай дүниелер қалыптасты. Тамаша, яғни осы бағдарламаның өту барысы, оның аясында қоныс аударған жандардың тыныс тіршілігі, барлық қуанышының барлығы осы бұқаралық ақпарат құралы арқылы толыққанды көрсету. Жариялау. Нақты көзбен көргеніміз, тәжірибемізді. Керемет. Енді алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Енді алдағы уақытта бағана айттық, біздің бұл бағдарлама мынау Жетісудан солтүстік пен шығысқа бұл Абай облысынан бастадық. Біз график бойынша 2 айда бір. Енді бұйырса алдағы уақытта біз Қостанай, Петропавл, солтүстік Қазақстан, Павлодар, шығыс Қазақстан облыстарына да барамыз осындай. Енді бұл алдағы уақыттарда. Бірақ енді алғашқы сапарымызды сіздерден бастадық. Өйткені біз енді көршіміз ғой. Қазақтарда сөз бар, көрші ақысы, Құдай ақысы дейді. Енді көршімізден аттап ана алысқа кетіп болса ұят болады деген ниетпен бірінші сіздерге осы бұрқыратып тұман болып тұрса да келіп отырмыз. Енді өздеріңіздің жүрек жар тілектеріңіз болса, бізді тамашалап отырған көрерменге, Абай облысы Семей өңірінің тұрғындарына, қазақ еліне тілектеріңіз болса. Енді мен ерікті қоныс аударам деушілерге Абай облысының
жаңа көзбен көріп, жаңа Қажекең айтып отыр ғой, қолмен ұстап дейді, үйіне барып көріп, жайдарласып, көріп, сөйлестік, мүмкіндіктерін көрдік. Мына жаңағы бағдарлама аясында атқарылып жатқан жұмыстарды көрдік, нәтижелерін бәрін көріп, адамға деген қарым-қатынастарын көрдік. Әр жерлерде келіп келген, көшіп келген қоныс аударушылардың жаңағы көңіл күйлерін көрдік. Енді біз келгеннен кейін, алғашқы болып келгеннен кейін біз көреміз ғой. Бұлар қалай болады екен, қалай қарсы алды екен. Жоқ, ешқандай андай былайша айтқанда барьер, бір тілден болсын, мәдениет, енді әр елдің, әр облыстың ешқандай да қорқыныш жоқ. Жұмыс бар. Осы жердегі жұмыс жасап жатыр екен. Біздің әріптестеріміз ешқандай көшіп келем деушілерге нақтап айта аламын. Ешқандай да көшіп келуге болады, жұмысқа орналасуға болады, ары қарай жаңағы аяққа тұруға, осы жақтағы жаңағы жерлестері, ауылдастары да өздерінің қол ұшын береді екен. Біз соған өте қуанып, сондай бір сусынданып дейді ғой. Соған қанық болып риза болдық. Енді болашақта осындай үгіт насихат жұмыстары жүрген кезде біз осы жағдайларын бәрін айтып жеткізіп отырамыз. Сол мен айтайын. Енді бірінші абай елінің барлық азаматтарына алғыс айтамын. Менде соңғы тілегімді мен өзімнің әріптестеріме айта кеткім келіп тұр. Менің әріптестерім журналистер телеарнада істейтін, газетте істейтін, сайтта тағы басқадағы. Мен кешеде келген кезде, енді бұл келген кезде біз 30 отбасы ғой. Біз бір адамдармен тікелей кезіктік, бір адамдармен сөйлестік. Енді оларды өзімнің материалымда көрсетемін, бірақ мен кезіге алмаған жерлестерім бар, сөйлесе алмаған жетістіктерім бар енді. Соны кеше аудандық газеттерге, облыс газеттерге кеше жеті ана Абай ақпарат қылдым, Дәуренге де айтып кеттім. Және Шұғыла деген енді еңбек мобильді орталығының секретаршы қыз бар екен, оған да айттым. Біз кезікпеген жерлестерімізді сіздер енді газеттерде солардың, енді біз еңбек адамы, жұмысшы жылы деген айдарлар бар ғой неше түрлі. Сонда сіздер көрсетіп берсеңіздер, содан кейін біз сіздер арқылы алып бір өзіміздің Жетісудағы, өзіміздің баспасөзде сайттарымызда соларды ары қарай сілтемесі бойынша насихаттасақ деп айттым. Енді осы өтінішімді сіздерге айта кетейін деп отырмын. Өйткені енді бұл телеарна деген ол халықтың көзі. Сіздерде де осындай таңғы бағдарламалар бар. Біздің жаңағы жетістіктің ішінде неше түрлі өнер адамдары бар. Мысалы, жаңағы мәдениет үйінде істеп жатқан Балтабайдың өзінің жетістігі біраз дүние. Және де жармаға барған кезде осы енді қоныс аудара тілек білдірген, сол жердегі мәдениет үйінде жұмыс қоныласа да әзірше істеп жүрген қыздарымыз бар екен. Мысалы, сондай өнер адамдар да бар. Тағы басқа саладағы адамдар да бар. Егер мүмкін болса, сіздердің осы бағдарламаларымызда сол жетістіктарды бізден келген, сондай өздеріңіз бағдарламаға кейіпкер бола алатын. Енді біз өзіміз білеміз жұмыс барысын. Осы бағдарламаңызда көрсетіп, соларды шақырып, енді жаңа Шұғыла деген қыз бар, солармен хабарласып, осы бағдарламаларыңызды шақырып, тағы басқаларда көрсетіп, жаңалықтарыңызда көрсетіп дегендей, мүмкін осы тақырыпта журналистеріңіз бар енді. Осы тақырыпта енді сюжеттер дайындаса, мүмкін бізден келген азаматтар, Жетісудан келген сұхбаттар алып, олардың іс-әрекетін көрсетіп отырсаңыздар, біздің осы жұмысымыз ары қарай жалғасуына сеп болар еді. Сондықтан барлық жұмыстарыңызға ел тілеймін. Осы енді еліміздің ақпарат саласындағы еңбекті жемісті еңбегіміз сіздер болып, біздер болып ары қарай жалғаса берсін деп тілек білдіресіз. Керемет, айтқандарыңыз келсін. Көп-көп рахмет. Өздеріңізге де алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге ризашылығымызды білдіреміз. Тамаша сұхбат болды. Өздеріңізбен жақынырақ таныс болғаныңызға қуаныштымыз. Енді алдағы уақытта да бұндай игі бастамалар сәтімен жүзеге аса берсін деп тілек білдіргіміз келеді. Енді сіздерге сәт сапар, аман есен, елге оралыңыздар. Сіздерге де творчестволық табыс. Рахмет.